Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге фарш пен макаронды ұяны қалай тез және дәмді қылып жасау жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ендеше бастайық. Мен 10 ұя жасайтын болғандықтан 3 ас қасық сұйық майды алдым. Содан соң кубиктеп туралған бір пиязымды салып және үстіне теркадан, яғни үккіштен өткізілген сәбізімді салып, жақсылап қуырып алатын боламын. Күнделікті біркелкі макарон жасай бергеннен гөрі подачасын өзгертіп, осындай ұялы макаронды жасап көріңіз. Дәмі де ерекше, отбасыңызда қуанып қалатын болады. Ендеше пияздан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және жақсылап қуырылғаннан кейін 2 ас қасық томат пастасын салатын боламыз. Осы қуырылу барысында татымыңызға қарай тұз салыңыз. Мінекей томат пастасын салдық, жақсылап араластырып, сәл қуырып аламыз. Содан соң 500 мл суымызды құйып, отымызды бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатып алатын боламыз. Осы сәтте ұямызды дайындауға кірісеміз. Ұямызды дайындау барысында фаршымызға кубиктелген пиязымызды қосып, татымына қарай тұз бұрышымызды салатын боламыз. Және де ол сочный, яғни ылғалды болу үшін 15-20 мл салқын су қосып, жақсылап араластырғаныңыз дұрыс. Макаронды ұяларымызды ыңғайлы етіп үлкендеу табамызға салып алатын боламыз. Содан соң қанша ұя жасағаныңызға қарай фаршыңызды біркелкі етіп бөліп алыңыз. Содан соң беткі жағына орналастырып шығатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең оңай деген және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайша барлығын дайындап алғаннан кейін қайнап тұрған суымызға барлығын біркелкі орналастыратын боламыз. Осылайша барлығын ұямызды орналастырып болғаннан кейін, егерде макаронымыз суға батпаған болса, үстіне керекті қайнаған суыңызды құюыңыз керек. Себебі макароныңыз піспей қалуы мүмкін. Мен үшін 200 мл су қажет болды. Осылайша барлығын орналастырып болғаннан кейін, баяу отта 20 минуттай пісіріп аламыз. Содан соң үккіштен өткізілген қатты ірімшігімізді, яғни сырымызды видеода көрсетілгендей орналастырып шығып, қақпағын жауып және 5 минутқа қоямыз. Сол кезде ірімшігіміз еруі қажет. Мінекей достар, осындай әдемі тағамды тез және дәмді етіп жасау оп-оңай. Ірімшігінің өзі сондай балқып, әдемі өң беріп тұр. Сіз де жасап көріңіз.